Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бұл 3-ші сынып қазақ тілі пәні 89-шы сабақ, 24-ші жаттығу. Мәтіндерді оқып, өзара салыстыр. Ұқсастығы мен айырмашылығын тап. Өмірбаян. Мен Бауыржан Момышұлы 1910 жылдың 24 желтоқсанында Жамбыл облысының Жуалы ауданындағы Көлбастау мекенінде дүниеге келдім. Әкем ел арасында ағаш ұстасы және етікші, зергерлігімен танымал болған. Анам Рәзия дүниеден ерте өтіп, 3 жасымнан бастап қыз тумас әжемнің қолында өстім. 7 жылдық мектепті бітіргеннен кейін біраз уақыт мұғалім болдым. Кейін кезекті әскери міндетімді өтеп, запастағы командир атағын алдым. Туған ауылға қайтып оралған соң, біраз жыл қаржы мекемесінде қызмет істедім. 1941 жылы Ұлы Отан соғысы басталысымен даңқты генерал-майор Панфиловтың басшылығымен құрылған дивизияға қабылданып, соғысқа аттандым. Құлын мінген бала. Бауыржан да ауылда өсті. Оның боз құлыны бар еді. Боз құлын Бауыржанның қасынан қалмайтын. Ол құлынның үстіне секіріп мініп, шаба жөнелетін. Құрдастары құлын мінген баланың соңынан жүгіріп, таңғалатын. Сонда Бауыржан құлынның кекілінен сипап, «Бұл Тайбурыл, мен Қобыланды батырмын» дейтін құрбыларына мақтанып. Боз құлын ақ боз ат болды. Бала Бауыржан ер жетті. Ол фашистерден отанын қорғаған атақты батыр атанды. Мәтін Әзілхан Нұршайықовтан. Енді сұрақтарға жауап береміз. Мәтіндер кім туралы? Мәтіндер Бауыржан Момышұлы туралы. Қай мәтін бірінші жақтан айтылған? Бірінші мәтін бірінші жақтан айтылған. Мәтіндердегі түсініксіз сөздерді теріп жаз. Мағынасын сөздіктен біліп ал. Мәтіндердегі түсініксіз сөздер: запастағы командир. Ол әскери қызметін аяқтап, арнайы есепке алынған, соғыс немесе төтенше жағдайда бөлімшелерді басқаруға қажетті білімі бар, бірақ қазіргі уақытта белсенді қызмет атқармайтын офицер немесе сержант. Келесі генерал-майор. Штабтың жоғарғы лауазымды әскери атағы. Келесі дивизия. Көптеген мемлекеттердің қарулы күштері түрлерінің негізгі тактикалық бірлестігі. Келесі фашистер. Фашистер дегеніміз фашизмді ұстаушы нацистік партияның мүшесі. 25-ші жаттығу. Өз отбасыңның бір мүшесінің өмірбаянын үлкендердің көмегімен жазып көр. Өмірбаян. Менің анам 1986 жылы 7 тамызда Алматы қаласында дүниеге келген. Анам мектеп бітірген соң Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетіне оқуға түседі. Ол жерде қазақ тілі мен әдебиеті мамандығын алады. 2009 жылдан бастап мектепте қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі болып жұмыс жасайды. Осы үлгі бойынша сендер де өмірбаян жазып келсеңдер болады. 26-шы жаттығу. Көп нүктенің орнына жақша ішіндегі жұрнақтардың тиістісін жалғап, сөздерді көшіріп жаз. Бізге ұсақ сөзі берілген және та, те деген жұрнақ берілген. Осылардың біреуін жалғап жазамыз. Сонда ұсақ та болады. Келесі жаңала, оңда, іріле, көркемде, шегеле. Келесі шығармашылық үзіліс. 27-ші жаттығу. Керісінше жұмбақ. Сөз жұмбаққа сұрақтар құрастыр. Ол үшін оқулық соңында берілген түсіндірме сөздікті басшылыққа ал. Бірінші көлденеңінен.
Міне, бірінші сабын. Ол кір жууға қолданылатын зат. Екінші көркем. Әдемі, әсем сөзіне мағыналас сөз. Үшінші ақын. Өлең шығаратын адам. Енді тігінен. Міне бір тырма. Тырма ол топырақты майдалау және шөпті жинау үшін қолданылатын құрал.